Барша көрсін білсін, сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Тұман түсіп, жаңбыр жауады. Еліміз бойынша 26 қазанға арналған ауа райы болжамы. Жаңбыр ауа райы болжамы 26 қазан. Қазгидрометрмк Қазақстан аумағының бойынша 2025 жылғы 26 қазанына арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Закон.кз. Болжамға сәйкес еліміздің барлық өңірлерінде, сонымен қатар солтүстігінде, шығысында, орталығында, оңтүстігінде, таулы аймақтарында жауын-шашын болады. Негізінен жаңбыр жауады. Қазақстанның батысында, солтүстік батысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша тұман және де таңертең тұман, орталықтарда түнде көктайғақ болады. Оңтүстікте күндізі найзағай ойнап, еліміздің оңтүстігінде, шығысында желдің екпіні алады деп болжануда. Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік шығысында, оңтүстік шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында, солтүстігінде, Қызылорда өңірлерінің орталығында, Алматы, Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай және де Ақмола облыстарының оңтүстік батысында, Абай облысының оңтүстігінде жоғарғы өрт қаупі күтіледі. Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігі және де Ұлытау облысының төтенше өрт қаупі болжанып отыр. Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамын бөліскен болатынбыз. Арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз, достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.